Мұқағали Мақатаев, Сәби ана. Оқитын Амантаева Анелия, 15 жас. Айналғанда аядай қала шықты, алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда тұрған ауылға апаратын, жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бірі қолында батпандай қуыршағы, бірі қолында ойыншық құлыншағы. Екі жансыз мүсінді мәпелейді, біресе ұрысады. Қарадықта селт етпей жанарымыз, алжығанға санадық ананы біз. Боран ұлып, бетіне боздағы ұшқан, сұлап жатыр далада жаралы күз. Бәйек болмай отырған жан қалмады, сонда дана назарын аудармады. Сәби дейін өзімен өзі болып, қуыршақ пен құлыншаққа алданғаны. Сөзге тартпақ болып ек, үндемеді. Адам қалай опынай ескіреді? Адамның ғұмырынан қысқа не бар? Күнен кейсе болғаны кешкіреді. Жастар-ай, жамандық жоқ көңіліңізде. Мұны отырған ана кім? Көрдіңіз бе? Бір күрсініп алды да отырған қарт, ана өмірін баяндап берді бізге. Ана халін қарттан біз ұғындық кен. 23 жыл сарғайған құрметпен, 23 жыл сарғайған құрметпен, Сәби ана сапардан ұлын күткен. Сұрапылдан сәбие оралмапты, қуыршақ пен құлыншақ та содан қапты. Қара жолды қаптай кеп тозан жапты, қаралы күз қайтадан орандатты. Умыр тауыр салмақпен далақ енді, қап-қара жамылғысын ала келді. Ауылына жеткен Сәби ана ойыншығын құшақтап қала берді.